сәлеметсіңдер ме? Химия 8-ші сынып. Бөлім. Химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Сабақтың тақырыбы. Химиялық элементтердің табиғи топтары. Химия пәні мұғалімі Абдығапарова Диана Жұмағалиевна. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары. Химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеу. Химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарына мысалдар келтіру. Оқу мақсатынан шығатын сабақтың мақсаттары. Химиялық қасиеттері ұқсас элементтерді анықтайды. Химиялық элементтердің табиғи ұяластарын сипаттайды. Сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарын анықтайды. Сабақта қолданылатын тірек ұғымдар: сілтілік металдар, галогендер, инертті газдар, ұялас, топ, топша. Химиялық элементтердің табиғи топтары. Бірінші А тобы сілтілік металдар, 7-ші А тобы галогендер, 8-ші А тобы инертті газдар, ауыспалы металдар, қосымша топша металдары. Өткен тақырыпты есімізге түсіріп, кубизм әдісі бойынша саралайық. Сұрақтар қойылады, ауызша жауап береміз. Ғарышта кең таралған элемент сутегі. Реттік нөмірі 14-ке тең элемент кремний. Екінші периодтағы жеңіл металл литий. Атомдық массасы 127-ге тең элемент йод. Екінші периодтағы бейметалдарды атаңыз. Бор, көміртегі, азот, оттегі, фтор. Екінші период бірінші топтың қосымша топшасында орналасқан элемент мыс. Период дегеніміз көлденең орналасқан элементтер қатары. Топтар дегеніміз вертикаль орналасқан элементтер қатары. Үлкен периодтарға жатады 4 және 7. 5-6-ды кіргіземіз. Периодтық заң қай жылы ашылды? 1869 жылы. Периодтық жүйеде неше бейметалл бар? 22. Енді бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастайық. Бірінші А тобы сілтілік металдар. Литий, натрий, калий, рубидий, цезий және де франций. Физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, өте жұмсақ, иілгіш, пышақпен оңай кесіледі. Өте белсенді, сумен әрекеттесіп сілті түзеді. Сілтілік металдардың қасиеттерін мына бейнематериал арқылы тамашалайық. Литий, натрий и калий. Элементы первой группы называются щелочными металлами. Их атомы имеют только один внешний электрон, что делает эти металлы высокоактивными. Здесь у нас щелочные металлы. И я собираюсь взять первый и фактически самый легкий среди них – литий. Вам необходимо хранить их в масле, потому что они вступают в реакцию с воздухом и влагой. Итак, начнем с лития. Я собираюсь бросить его сюда. Вы видите, что он шипит. Шипение – это выделяемый водород. Реакция крайне экзотермическая. Другими словами, температура повышается во много раз, и металл фактически расплавился. Все щелочные металлы быстро реагируют с водой, образуя сильный щелочной раствор и водород. 3 самых легких из них плавают в воде, демонстрируя их необычайно низкую для металлов плотность. Они также отличаются от металлов тем, что являются мягкими, их можно легко разрезать ножом. И у них относительно низкая температура плавления и кипения. Хотя все они являются активными, реактивность группы заметно увеличивается сверху вниз. Когда мы опускаем туда натрий, появляется оранжевая искра. И эта оранжевая искра того же цвета, что и уличные фонари. Таким образом, уличные фонари обычно содержат натрий. Калий оказывается тигром. И нам, возможно, понадобится отойти в сторону. Посмотрите на эти вспышки. Вы видите, это сиреневое пламя. Выделяется водород. Мы получаем сформированную щелочь, но литий относительно послушный. Натрий является легковозбудимым. Калий становится устрашающим. Рубидий и цезий встречаются реже и являются еще более активными. Увеличение активности. Жақсы балалар. Енді сілтілік металдардың жалынның түстері. Суретте көріп отқандай,
литий карминді қызыл түске бояйды. Натрий сары түске, калий күлгін, рубидий мен цезий ашық күлгін. Физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, кестеде көріп отырмыз, литийден натрий, калий жоғарыдан төменге қарай балқу температурасы төмендейді. Литий жұмсақтау металл, натрий жұмсақ, калий өте жұмсақ металл. Цезий арнайы ампулада сақталады. Енді осы сілтілік металдарға байланысты тапсырма орындайық. Сәйкестендіріңіз. Дескриптор сілтілік металдардың жалынның түсін анықтай алады. Натрий, калий, литий. Дұрыс. Натрий сары түске бояйды, калий күлгін түске, литий карминді қызыл түске бояйды. Келесі, галогендер 7-ші А топтың негізгі топшасында орналасқан фтор, хлор, бром, йод және де астат. Бұл элементтер тұз түзуші деген сөзді білдіреді. Галоген сөзі. Фтор бейметалдардың патшасы, ең белсендісі, ашық сары түсті. Хлор сарғыш жасыл газ, бром қызыл қоңыр сұйықтық, йод қара күлгін түсті қатты зат, астат қасиеті йодқа жақын. Галогендер металдармен әрекеттесіп тұз түзеді. Галогендерге байланысты тапсырма орындайық. Шын немесе жалған. Бірінші, бұл элементтердің топтық атауы тұз түзуші деген түсінікке сәйкес. Шын ба, жалған ба? Дұрыс, шын. Фтор атомы тұрақтылыққа жету үшін 4 электрон қосып алады. Жалған. Фтор қосылыстарында тек бір валенттілікті көрсетеді. Шын. Олардың барлығы ұшқыш сутекті қосылыстар береді. Шын. Молекуласы бір атомды. Жалған. Енді осы галогендерге байланысты бейне материалды тамашалаймыз. Эти три запаянных сосуда содержат хлор, бром и йод. Вещество в первой колбе – хлор, ядовитый газ желто-зеленого цвета. Вещество во второй – бром. Обратите внимание, это уже жидкость бурого цвета. Бром легко переходит в газообразное состояние. В третьей колбе йод. Это твердое кристаллическое вещество темно-фиолетового цвета, способное к сублимации. Подумайте, от чего так изменяются физические свойства галогенов? Келесі, инертті газдар. Инертті газдар 8-ші топтың негізгі А топшасында орналасқан. Герий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон. Бұл элементтерді асыл газдар дейді, бекзат газдар. Лампаларда, арнайы машина жасау, аэростаттарда бұл газдар кеңінен қолданылады. Келесі, ауыспалы металдар, қосымша топша металдары. Күміс, платина, алтын. Осы металдарды қосымша топша металдарына жатқызамыз. Енді тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Дескриптор элементтердің табиғи ұяластарын біледі, ажырата алады. Яғни бізде мына жерде элементтер берілген, сіздер оларды топтарға бөліп орналастырыңыздар. Инертті газдар, сілтілік металдар, галогендер. Бүгін өткен тақырыбымыздың негізгі мақсаты осы. Табиғи топтарды ажырата білу. Дұрыс. Натрий, калий, сілтілік металдар. Фтор, галогендер. Неон, инертті газдарға жатады. Франция, сілтілік металдарға. Криптон, инертті газдарға. Хлор, галогендерге. Жақсы балалар. Енді оқу тапсырмасы. Параграф